Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 75-ші сабағы. Бүгін өтетін тақырыбымыз түбір мен қосымша. 44-ші жаттығу. Суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Балалар, төмендегі суретке назар салып қараймыз. Төмендегі суретте бізде коньки теуіп жүрген қыз, шаңғы теуіп жүрген ұл және шанамен сырғанап бара жатқан баланы көріп тұрмыз. Ендеше осы берілген суреттер бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Қыс мезгілі келді. Балалар жылы киініп далаға ойнауға шықты. Бірі мұз үстінде сырғанап жүр. Енді бірі шаңғымен сырғып келеді. Тағы бір бала шанамен төменге қарай зымырап түсті. Балалардың жүзінен қуаныш пен күлкі байқалады. Олар қысқы ойындарды қызықтап, таза ауада көңілді уақыт өткізді. Мінекей балалар, сендерде осылайша әңгіме құрастырып жазсаңдар болады. Балалар, қысқы ойын түрлері өте көп. Солардың ішінде коньки тебу, шаңғы тебу, шанамен сырғанау, фристайл, мәнерлеп сырғанау, биатлон, хоккей. Ал енді осылардың ішінде қайсы саған ұнайды, соны атап өтсең болады. Келесі 45-ші жаттығу тақырыбына қарап, өлең мазмұнын болжап айт. Шынығу. Балалар, демек бұл өлең спортпен айналысу, шынығу туралы болуы керек. Кереметін көрем де, таңғаламын төленге. Аязда да бұлағам, шомылады өзенге. Көтерісіп керегін, кейде мен де еремін. Аппақ қармен арқасын ысып беремін. Талай жаурап тоңдымақ, күлімдейді ол бірақ. Шынық дейді балақай, болмас үшін бол бірақ. Жаздай мен де шынықтым, ағадан көп сұрықтым. Өлеңнің авторы Асқаржан Сәрсек. Енді балалар, төмендегі тапсырманы орындаймыз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Балалар, өлеңде қарамен жазылған сөздер төленге, қармен, балақай. Ендеше осы берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Төленге, түбірі төлен, қосымшасы ге. Қармен, түбірі қар, қосымшасы мен. Балақай, түбірі бала, қосымшасы қай. Келесі 46-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Аяқ қайда апарады? Ақыл қайда апарады? Керекті сөздер ғарышқа, жарысқа. Ал енді балалар, өлеңді толықтырып жазып көрейік. Аяқ қайда апарасың? Жарысқа. Ақыл қайда апарасың? Ғарышқа. Мінекей балалар, тиісті сөздерді қойып, өлеңді осылай толықтырып жазсақ болады. Өлеңнің авторы Байбота Серікбайұлы. Келесі 47-ші жаттығу. Тор көздердің ішіндегі әріптерден сөз құрастырды, келесі тор көзге орналастыр дейді. Балалар, төмендегі тор көзде бізде әріптер орналасқан, я? Енді осы әріптерден біз сөз құрастырып, келесі бос тұрған тор көзге жазуымыз керек екен. Бірінші қатарда бізде шаңғы деген сөз шығады. Екінші қатарда бізде қайық деген сөз шығады. Содан соң бәйге деген сөз шығады, және соңғы 4-ші қатарда бізде жарыс деген сөз шығады екен. Келесі 48-ші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Ескекті есен, естен еседі. Ескекшілер есен, естен, ескекті еседі. Балалар, жаңылтпашты бірнеше рет қайталап, дәптерлеріңе қатесі жатқа жазыңдар. Қарамен жазылған сөздердің түбірі қайсысы? Қосымшасы қайсысы? Балалар, жаңылтпаштағы қарамен жазылған сөздер ескекті, ескекшілер. Енді осы берілген қарамен жазылған сөздердің қайсысы түбір, қайсысы қосымшасы екен жазып шығайық. Екі сөзде түбірі ескек, ескекті. Түбірі ескек, қосымшасы ті. Ескекшілер. Түбірі ескек, қосымшасы шілер. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі өткен тақырыбымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.